Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге включена 17 каналы. Бүгін бізде кезекті видео. Бұл видеода біз машинаның коробкасын ауыстырдық. Коробка переключение. Так, бізде қалай болды? Бізде бұл жағдай где-то вообще сентябрьде болғанда. Өзінің коробкасы 10-шінің коробка істемей қалды. Содан первичный вал деген нәрсе бар. Сол нәрсесі, короче, жағымсыз дауыс шықты. И біз сол нәрседен деп ойладық та Фередо корзина маховик үшеуін ауыстырған болатынбыз сол үшін. Короче, мынау корзина сынбаған ештеңе. Маховик юрмытысын көреміз. Мына екеуі кіріп кеткен. Қалған шығыңқы емес ғой уже, бля, я. Мынау сияқты емес. В общем, достар, жаңа Фередо міне. И выжимной. Потом новый корзина. Проблема табылды. Мендегі қатты дауыс неден шығып жатыр екенін түсіндім. Мына екеуі кіріп кеткен. Кесіп алып қойғам. Ал бізде, который біз алып келгенде, ода новый нормальный протостой. В общем, короче, уже салып отырмыз. И ол үшеуінен де болып шыққан жоқ, ол дауыс кеткен жоқ, машинаны қайта оталдырғанда да. И біз жаңа коробка алдық. Ну, жаңа болғанда қалай бұл, но, короче, басынан жинадық да. И, получается, біздің ескі коробкамызда 10-шінің заводтан өзінің коробкасы болса, біз корпус 10-шінің, но ішін 9-ка, 21.09.08-дерге жиналғандай ішін жинадық, короче, ішіндегі заттары. И маховик корзина Фередонты ауыстырып салдық. Содан кейін более нормально болды. Анда видеода көретін боласыздар. Одан кейін бізде не болды? Одан кейін бізде коробкадан май жіберіп жүрді. Сол проблеманы табылмай жүрді. И оказывается бізде коробкада бір болып болады екен. Сол нәрсе қатырылмаған. Ол нәрсе видеода жоқ. Но мен өзім айтып жатқаным. Соны қатырдық. Датчик заднего ходыдан тоже содан жібереді екен. Сол екеуін ауыстырдық. Май кетін. Коробкада май ағу тоқтады, короче. A few moments later. Шешіп тастадым мен, заебал, сен телефон звонданием алмадым, мына жерде тұрмын, мешіттің алдында. Nice. Өстіп, ешкімге тиіспей, ешкімге шатағым жоқ. Өзімен өзім. Машинамды жуып жүргенге не жетсін? Отырат қойып. Бүкіл өмірімнің бүкіл проблемаларын ұмытып кеткен. Дипломка, қыз, неше түрлі проблема, ақшаны айта алмайын, бәрін ұмытып. Өз машинасына жуып жүр. Ешқандай красота.
A few moments later. Тағы да одан бөлек мен ұмытып кеткен тағы айтылмаған нәрселер болатын. Солардың барлығы осы видеодан көретін боласыздар. Достар, келесі видео күшті видеолардың бірі болады. Бізде қазір бүгін уже 1 декабрь, алғашқы қыстың ең алғашқы күні. Бізде машинаға қатысты күшті жаңалықтар бар. Солардың біреуін айтатын болсақ, біз машина титанг салған болатынбыз. Сол нәрсені көрсету үшін көргіңіз келсе, осы видеода барынша достарыңызға таратып, өздеріңіз қарасаңыздар, менде охват және просмотрлар саны түсіп кетті, сондықтан көп деп айтпай қояйын. Қанағат ретінде 3000 просмотр болған кезде, және 250 лайк, 300 лайк жинаған кезде келесі видеоны салатын боламын. Давайте, достар, барынша жіберейік. Мен сіздерден қолдау күтемін. Жақсы. Сіздерге көп рахмет. Бірге келіп тұрғандарыңызға. Дальше больше жасайтын боламыз. Сол келесі видео дайын тұр. Сіздерге сенемін. Рахмет. Жақсы сау болыңыздар.